Ассалаумағалейкум қазақ елі. Бүгін міне 5 сәуір айының 5-і. Мынау менің төлдерім, яғни қозылар мен лақтарым. Аздап шөп түсіріп қойдым. Қайсыз? Мынау кішкентай соңғы туған қозылар. Тұсақтың қозысы кішкентай өзі. Анау алдыңғы қозылар ғой, ерте туғандары. Бір ай жақындап қалды бұларға да енді. Қазір сыртта жаңбыр жауып тұрғасын. Бүтеудің ішіне аздап шөп салып алдарына қойдық. Төрт ешкім туды. Жалқылақтар барлығы да. Бұларға да 10-15 күндей болып қалды. Мынау алдында 5-ші қозығым, қоңыр қозы. 13-ші күні туды ма? Наурыздың сол шамада туды ғой, әлде 12-сі ме? Әзірге осы үстерінде бит бар сияқты қасына батыр. Бұйыртса жалпылап түгел қойдың бәрі туып болғасын, төлеп болғасын. Түгел егеміз қойдың бәрін. Бұларға сүт арқылы болады, бұларды еге алмаймыз. Үстерін дөстілемесек басқасы. Мына жерден лақтар ойнап жатыр. Топырақ жеп жүр ойды негізі. Бұларға тұз қою керек екен. Аудан орталығына барсам, тұз әкелмес. Тұз алып келіп, дәрілерін әкеліп, бәрін осылай қоямын. Бұл енді бізде 5 қонақсыз бұлар далаға шықпайды. Яғни сәуір айының аяқ жағы ғой. Соңғы 10 күндігінен бастап шығатын бұлар сәуір айының. Онда да ауа райына қараймыз. Жер ыза болмаса, сол кезде шығарамыз. Әзірге осы. Сау болыңыздар. Каналыма тіркеліңіздер.